Қазақ құлшылығым Құдайға лайық болса екен деп қам жемейді. Тек жұрт қылғанды бізде қылып, жығылып тұрып жүрсек болғаны дейді. Саудагер несиесін жай келгенде, тапқаным осы, біттім деп алсаң ал, әйтпесе саған бола жерде мал қазанба дейтұғыны болушы еді ғой. Құдай тағаланы да дәл сол саудагердей қылам дейді. Тілін жаттықтырып, дінін тазартып, ойланып, үйреніп әлек болмайды. Білгенім осы. Енді қартайғанда қайдан үйрен алам дейді. Оқымадың демесе болады дағы. Тілімнің келмегенін қайтушы еді дейді. Оның тілі өзге жұрттан бөлекше жаратылып па?